қилы тылсымға толы қиыр бір шетте қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шақ заман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа сұлтан кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Бір жігітті қорқатын түгі жоқ. Біз ойламаған жерден аты шулы 40 қарақшыға тап болдық. Алибаба атты жергілікті көпестің арқасында амалымызды асырып, сиқырлы құбылнаманы қайтарып алдық. Алайда өмір ағашын іздеп табу үшін бізге әлі көп ақпарат қажет болды. Ескі досымыздың үйінде қонақта жүргенімізде алтын қалада тағы да бір жайсыз оқиға орын алды. Ескі шамды жаңасына айырбастау. Үш көзді әп жыланның терісі, керемет, кәрі қарғаның аяғы. Тәрбетім ашылып кетті ғой. Кішкене ауыз тисем қайтеді, тарт қолыңды. Бұнысы несі? Дүниезада. Мұнда не болып жатыр? Сәлем, бәрі дұрыс, уайымдайтын түгі де жоқ. Бетіңе не болған? Келші сүртіп берейін. Тарт қолыңды, қажет емес. Саған не керек өзі? Ренжімеші, мен әншейін айтпақша. Саған мынаны көрсетейін деп едім. Шынылы қаладан таңғы жаңалықтар. Қалқамау, Сұлтан Юнанның қызы Джинан ханшайымның ақыры жеңіліс тапқанына сенесің бе? Жеңілген бекен, оған несіне бас қатыруым керек? Жекпе-жек шайқаста жаңа ханзада оны алдап соққан көрінеді. Ол жігіт кәдімгідей чемпион шығар. Я, енді қайтейін. Мынау сол ғой. Немене? Кімді айтып тұрсың? Бұл ханзада емес, әлгі ұры Аладдин. Ол жер астындағы үңгірден тапқан сиқырлы шамын маған әкеп беру керек болған. Әлгі тыным таппайтын пысықсымақ Шахризадаға кезіккені мұң болды. Пақлавамды ұрлап алмады ма? Оның басын алуды ұмытып кетпейін. Егер ол шынылы қаланың ханзадасы болып сайланса, Шахризадаға қол ұшын берері анық. Бұл жақсылықтың нышаны емес. Ол елмеген қортық Джинанды жеңген болса, ана сиқырлы шамның мен ойлағаннан да құдіретті болғаны ғой, оны қайтаруым керек. Шам қолыма тиер болса, Шахризаданы қызықтырамын, сонда ол өзі-ақ тұзаққа кеп түседі. Ал менің күнім не болмақ? Бізді айтам. Соны да білмеймісің? Сен шынылы қаланы басқару мүмкіндігіне ие боласың. Бұл сенің арманың еді ғой, есіңде ме? Әрине, айтқаның келсін. Алайда ол чемпион емес пе? Ана ұры жігіт қазір ханзада болғандықтан жоспарым жүзеге асар ма екен? Оны маған қалдыр. Қане алға, соққар желаяқтарым менің тындыратын шаруа. Мен онда осында қалып, қалаға бас көз болайын. Бас көз болам. Атаңызға айналған сиқырлы құбылнама ма? Бәрекелді бикеш. Әкең көрсе риза болар еді. Ол мұнда келуші ме еді? Жиі келеді. Тіпті өткен күні ол бізді бір қатерден аман алып қалған еді. Ол туралы тағы да айтып бересіз бе? Ол кеткенде мен тым кішкентай болатынмын. Әкем жайлы көбірек білгім келеді. Әрине, қуана айтып беремін. Бірақ алдымен мына жігітті бұрынғы қалпына келтіріп алсақ қайтеді.
Иә, әрине. Сонымен, енді біз сыйқырлы құбылнамаға бағыныштымыз. Ал енді, маған дабыл тосқаулынан өздеріңді алып шығатын қай капитанды таңдағандарыңды айтыңдар. Капитанды ма? Капитанды қайтеміз. Бізде құбылнама бар ғой. Дауылды теңізден сол алып өтпей ме? Бұл сендер ойлағаннан да оңай шаруа емес. Білесіңдер ме, жауаптар кітабында өмір ағашы туралы былай деп анық айтылған. Өткелден біреу жалғыз өтеді, сұмдық айбат шегеді, қиындықтар өте көп, желкенді мықты теңізші көтерер, әйтпесе бәрі зардап шегеді, тек қана бір адам құтқара алады. Жалғыз дейме? Ол кім болуы мүмкін? О, Зумруд болуы тиіс. Ол асқан дана емес пе? Ақылдылығын айтам. Мені түсінген боларсыңдар, достар. Иә? Халил досымыз дұрыс айтады. Аладдиннің жынынан сұрап көруіміз керек. Қалай? Аладдин болса шынылы қаладағы үлкен сарайда. Онда бара алмаймыз ғой. Алаң болма. Сарай ішіне көрінбей кіріп кетудің тамаша жолын білем. Бұған дейін кіріп көргем. Зумрудты көтеретінім қандай жақсы болды. Тыныш. Шашым қалай екен? Мен сол кішкентай жынның көңілін аулай тұрайын. Бұл достық сапар емес қой, Халил. Бізді бақпақ аралына апаратын теңіз капитанының есімін табуымыз керек. Дыбысыңды шығармай, шамыңа кіргенің жөн болар. Аладдин жаңа өмірге қалай бейімделіп жатыр екен? Өзі бағы бар жігіт екен. Жер бетінде одан асқан бақытты адам жоқ шығар. Жинан, сен мені тыңдап тұрған жоқсың ғой. Ханшайым, мен сенің қасыңда болғым келеді. Ешқайда кеткім келмейді. Кет дедім ғой саған. Жинан, бұл әрекетің негізсіз. Негізсіз бе? Өзің сөз түсінбейтін ақымақ екенсің. Немене? Бұл қылығыңмен тентек балаға ұқсап кеттің. Немене? Тентек бала деймісің? Иә, тентек баласың. Әбден айтқаныңды істетіп, қалағаныңа қол жеткізіп жаман үйренгенсің. Нағыз ерке ханшайымсың. Ханзада болған соң, анда-санда өтінішімді орындасаң, нең кетеді? Айтшы, мына жердің апай-топайы шықты. Не? Әне тұр. Әр жолы ашу ызаға бой алдырмасаң, заттар да орында тұрар еді. Сарай іші бұлай ыбырсымас еді. Солай де, сонда бұл жерді шашқан мен екен. Қарасаңшы, сен ақ осы есікті немі ашық қалдырып жүресің. Қойшы, сен менің кеткенімді қалайсың. Сені төбесіне көтеріп жүретін қызметші керек қой. Солай ма? Бар лақтырғаның осы ма? Қап, сені ме? Жоғал! Мен қайтып келгенше қараңды батыр. Ей, бер кел. Кім бар мұнда? Қане шық бері. Сабрет, Аладдин, бұл мен ғой. Шахризада, сен мұнда неғып жүрсің? Егер ұсталып қалсаң, олар сені зынданға тастайды ғой. Маған сенің көмегің керек. Біз Зумрудпен сөйлесуіміз керек. Зумруд? Мақұл, шам сөмкемде болатын. Иә, қазір күте тұр. Аладдин?
Ол келе жатыр. Ол тез етіңдер. Аладдин, қарашы. Аладдин? Қап, жарайды. Мен қараңғыдан қорқамын. Одан да ханшайымнан қорқсаңшы, бізді ұстап алса қайтеміз. Екеуіңе не болды соншама дауласып? Ештеңе. Джинан екеуміз бір-бірімізге үйренісіп қалдық. Қане жүр, тезірек мұнарадан кетейік. Неғып тұрып қалдың? Қазір. Тоқта, тағы да қайтала. Қандай қырсыққа тап болдық дейсің? Сиқырлы шамды таптық. Алайда қараңғы жерде қамалып қалдық. Иә, ал Аладдин ше, ол кетіп қалды дейсіңдер ме? Е, ханшайым екеуі сөзге келіп қалды. Енді ханшайымның көңіл хошы жоқ сияқты. Ханым, бізді келіп шығарып алыңызшы. Көремін. Бәріне өзім араласпасам болмайды. Сонымен, Зумрудқа қояр сұрағым бар еді. Кейде осы Джинанды түсінбеймін. Ондай қырсықты өмірімде көрмеппін. Қызық. Ал өзіңше? Мен қырсық емеспін. Кім білсін, мүмкін ханшайым болған соң сондай шығар. Әбден өз дегенмен жүріп үйренген. Иә, ханшайымның шамалы қыңырлығын көтеретін шығарсың, иә? Іске көшсек қайтеді. Менің мақсатым оған қол жеткізу емес еді. Сонда сенің оған деген көңілің суып кетті ме? Жоға, ол не дегенің? Тек сол мінезімен дегбірімді қашырып жіберді. Ханым, біз мұндамыз. Саған осы не болды? Сен осы неге адам сияқты өмір сүргің келмейді? Үнемі осылай тығырыққа келіп тірейсің де жүресің? Андағы қырсық мінезің сенің түбіңе жетеді. Алды-артыңды ойласаң қайтеді. Қап, мен не бүлдірдім? Бәлкім менің көмегім тиіп қалар, ханшайым. Сіз мұнда қалай кірдіңіз? Қане, күзетшілерді шақырмай тұрғанда тез айтыңыз. Қажет болсам, қалаған жерімнен шыға келем. Сіз кімсіз? Кімде-кім сүйіктісін жоғалтса, соның қасынан мен табылам. Не жоғалтса, соны тауып бер алам. Не қалайсың, айтшы, қайтарам мен соны. Беремін ескінің орнына жаңаны. Ескіге айырбастаймын жаңаны. Тілегің болса бөлес менімен. Көп ойланба, маған сен көмегімді аямаймын. Ескің болса, мен оны жаңалаймын. Сені әуреге салмаймын, арманыңа жеткізем. Қиялыңа қанат бітіретін боламын. Тек шындықты айтшы маған, тілегің болса бөліс менімен. Көрдің бе, ханшайым? Саған қол ұшын беруге шамам жетеді. Алайда маған ешкім көмектесе алмайды. Аладдин кетіп қалды. Мен білсем, ол бір жола кетті. Осының бәріне өзім кінәлімін. О, уайымдамашы, қызым. Мінекей, осы көмектесе. Шамдар ма? Иә, судай жаңа шамдар, қызым. Өздері сиқырлы. Бұл сиқырлы шамдардың пайдасын айтып жеткізу мүмкін емес. Сонда олардың не қасиеті бар? Айтыңызшы. О, қасиеті керемет. Андағы қолыңдағы шам тілегіңді орындайды. Шынын айтсам, кез келген адамды қайда жүргеніне қарамастан үйіне қайтарады. Үйіне қайтара ма? Шынылы сарайда ханзадалық өмір сүргенше, ұры болып жүргенім оңайырақ екен. Егер кәсіп ретінде қарасаң, кез келген кәсіптің қызығы мен шыжығы болатыны белгілі ғой. Джинан, ханшайым екеуің татуласып кетесіңдер. Екеуің бір-біріңді ұнатасыңдар. Көр де тұр.
бәрі жақсы болады. Достар, көп сөзді қойып, іске кіріссек, әлде қайда дұрыс болар еді. Ал Аладдин, өзіңнің таңғажайып сиқырлы шамыңды шығарасың ба? Әлде... О, я, соло зымыртты көрейік. Көрсем көзің тоймайтын перизат қайда екен? Кішкентай перінің бейнесі әлі көз алдымда. Көрмесем де бейнесі ойымнан кетер емес. Қабат деген ай. Ол мұнда жоқ екен. Асығып жүріп, оны сарайдың бір жеріне түсіріп алған болармын. Сарайдасы несі? Сонда ол сөмкеңде жоқ боп шықты ма? Иә, бірақ алаң болма, оны тауып алам. Ол Джинанның бөлмесінде тұрған шығар. Онда біз осында күте тұрамыз. Ханым. Ой, үніңді өшірші, а? Бұл шам қанша тұрады? Бағасын айтыңыз. Егер айтқаныңыздай бұл шам маған Аладдинді қайтаратын болса, мен мұны сатып алам. Мен шамдарды сатпаймын, Бикеш. Оларды тек айырбастаймын. Ескінің орнына жаңасын берем. Айырбастайсыз ба? Иә. Мәселен, мына шамға. Негізінде ол менікі емес, Аладдиннің шамы. Жоқ болмайды. Мейлі, өзің біл. Саған керек жолдасыңның өзі емес. Одан қалған арзан қол естелік болса, уақытымды кетірмей кетейін. Жоқ, өтінем, кетпеңізші. Тоқтаңыз. Енді мұнымен не істеймін? Көзіңді жұмасыңдағы тілегіңді 3 рет қайталап айтасың. Оның еш қиындығы жоқ. Көп рахмет сізге. Өтінем, Аладдинді қайтаршы маған. Өтінем, Аладдинді қайтаршы маған. Өтінем, Аладдинімді қайтаршы маған. Аладдин! Рас екен-ау. Аладдин, кешірші мені. Сен де мені кешірші, күнім. Рас айтам, болған іске қатты өкініп тұрмын. Жа, о не дегенің, өзіңді жазғыра бермеші. Енді кәрі дауласпайықшы, иә? Бұдан бұлай қайталанбасын. Кедергі жасағаным үшін кешіріңдер. Шам не болды? Ал мынауың кім? Ол Шахризада ғой. Ол менің досым. Иә, Джинан, досым болады. Досым деймісің? Ұры боп жүрген кезіңдегі досың ба? Иә, әзіл ғой. Мен оған көмектеспекші едім. Ал оған не істеп көмектеспексің? Қалай түсіндірсем екен? Мен... Тоқта. Сен әлгі хабарландырудағы іздеу жарияланған қызсың ба? Ол атақты Харун Халидтің қызы. Тыңдашы, қазір оны талқылауға уақыт жоқ. Бұл өмір мен өлім мәселесі. Солай ма? Джинан, шамым қайда кеткен? Осында қалған еді ғой. Ханшайым, шамым қайда? Білесің бе, Аладдин, мен оны мынаған айырбастап алдым. Бұл сиқырлы екен. Сені қайтарып әкелген осы шам, алайда қазір бұған күмәндана бастадым. Айырбастағаны несі? Оны кіммен айырбастадың? Бір кемпірмен. Кемпірмен? Қайдағы кемпір? Сен не айтып тұрсың? Қап! Дүниезада! Шам сонда екен. Енді ол менікі. Жеттім-ау әйтеуір. Бұнсыз енді өмір ағашын ешқашан табалмайсыңдар. Біздің сарбаздар сен берді де, ана сабалақ көк құбыжық достарыңды тауып алады. Жерге кіріп кетсеңдер де ұсталасыңдар. Қане сайтандарым, ұстаңдар ананы. Шабуылдаңдар. Байқа Шахризада. Әкел қолыңды.
Әкел шамды бер. Өй, мұстан. Сайтандарым, көмектесіңдер маған! Алдым ау. Енді жоғал көзіме көрінбей, зұлымдар өңшең. Шамды таста, қане! Бірде біреуің орындарынан қозғалушы болмаңдар. Әйтпесе қарақшылардың ханзадасы өмірімен қош айтса. Аладдинге қолыңды тигізуші болма. Әлі, неткен тамаша соққы. Жоқ, шамымдан беріңдер маған. Саған шам керек пе? Онда келде өзің ал. Мен бармаймын. Жоқ! Қап! Қайрат шамым! Шахризада, О, қымбатты Аладдиным! Жарақаттанбадың ба? жоқ, жеңіл жарақат алғаным болмаса аманмын. Енді қалай? Білмеймін. Ал енді қалай? Иә, енді жақсы болдым. Зумруд, қожайынның саған бір маңызды сұрағы бар екен. Қожайынның Аладдин саған бір маңызды сұрақ қоймақшы деймін. Солай ма? Иә, тыңда. Менің сұрағым былай. Бізді Бақ-Бақ аралына жеткізу үшін қай кеменің капитаны таңдалды? Бақ-Бақ аралына әккі капитан ғана желкенді көтеруі тиіс. Мұндай ауыр тапсырманы орындай алатын жалғыз ғана адам бар. Сұрасаң, оның есімі Сандбад. Сандбад? Аладдин мен Джинат татуласып, өзара жарастықпен сыйластықта өмір сүре бастады. Бәрі бір-бірін сүйе ме? Оған сол жайлы тағы да айтып берші. Ол жайлы тағы естігілерің келе ме? Я, мен романтикалық әндерді ұнатамын. Жоқ, әңгімелерді ұнатамын. Кербез Зумруд жайлы болса тіпті сүйсіне тыңдаймын. Өлең шығаруым керек. Неге екенін білмеймін. Ұсынысымнан бас тарттым. Араларында өлең шығарып, ұйқастыра алатындар бар ма? Айтсаңдаршы. Ең болмаса атын білетін болдық. Сандбад. Оны тапсақ, өмір ағашында табамыз. Сандбад па? Оны мен ұйқастыра алмаймын. Ойлануым керек. Атын ғана білсек те, бізді Бақ-Бақ аралына апаратын капитанды іздеуге кірісеміз. Алдымен бір жұтым су ішіп, әлденіп алайық. Қарапайым қара суға да мұқтаж болады екен ғой адам. Бірақ бұл жайлы басқа бір әңгімелеп берем.